Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары, қаламызда жыл бойына ауқымды фестивальдер жоспарланған. Атап айтар болсақ, наурыз айында дәм-дәстүр гастрономиялық фестивалі өтеді. Өздеріңізге белгілі, Шымкент гастрономиялық туризмнің орталығы болып табылады. Фестиваль аясында қала тұрғындары мен қонақтары бүкіл әлемнің тағамдарының дәмін көріп, гастротур жасай алады. Сәуір айына Қызғалдақ жолы фестивалі жоспарланған. Әлемге әйгілі Қызғалдақ гүлінің Шымкент қаласының символы екені белгілі. Жадыраған көктем айында жайқалған қызғалдақтарға толмақ. Мамыр айында Extreme Mania Fest фестивалі өтеді. Бұл физикалық белсенділік пен дене қозғаласын ұнататындар және өз қорқынышын жеңгісі келетіндер үшін таптырмас мүмкіндік. Жайнаған жаз мезгілінің алғашқы айында Шымкент аспаны әуе шарларына толмақ. Маусым айында қала күні мерекесі қарсаңында отбасылық әуе шарлары фестивалі өтеді. Оған елімізге белгілі шоу-бизнес жұлдыздары да қатыспақ. Ал шілде айында дәмді тағамдар мен тәтті сусындарға арналған Street Food Fest көше тағамдарының фестиваль жоспарланған. Тамыз айы нағыз балаларға арналған ай болмақ. Себебі бұл уақытта қаламызда Батпырауық фестивалі өтеді. Бұл көңіл көтеретін ғана емес, жарқын шоулардың куәсі болып, кәсіпқойлардың өнеріне тамсанатын кезең. Қыркүйек айында Шымкент ерекше жарқырамақ. Дәл осы кезде шаһарымызда өтетін жарық шамдар фестивалі қаланы ерекше жарықтарға бөлейді. Ал фестивальдер шеруін субмәдениетке бағытталған Комик-кон Шымкент фестивалі түйіндемек. Фестиваль аясында фильмдер мен мультфильмдердегі, аниме мен видео ойындардағы сүйікті кейіпкерлеріңізді кезіктіресіз. Шымкент фестивальдер мекені, мәдениет пен шығармашылық шабыттың ордасы.